Vocabulary News Elementary бүгінгі тақырып 10 unit talking. Talking дегенде сөйлеудің бізде ағылшын тілінде бірнеше түрі бар. Солардың барлығын қазір қарастырайық, иә. Біріншісі ол say. Say деген осы сөздің өткен шағы. Say деген айту. Да? Енді оның әртүрлі мағыналары болады. We use say, біз қолданамыз say деген сөзді when we report someone's words. Біз жеткіземіз, report деген someone's words. Біреудің сөзін біреуге жеткізгенде say'ді қолданады. She said, ол айтты. This is horrible. Бұл жаман деп. Ол айтты дегенде қолданамыз. He said, ол айтты. That, то что. Ол айтты, то что. He wanted a milk. Ол қалады a drink. Ішетін бірдеңе. Сосын we use say, біз қолданамыз say деген сөзді when we ask about language, біз тіл туралы сұраған кезде. How do you say book? Қалай айтуға болады? Қалай айтасың? Book деген сөзді, кітап деген сөзді in Spanish, испан тілінде. How do you say? Қалай айтылады? Қалай айтсам болады деген сөз. Енді say мен бірге қолданады. Say hello, сәлем деу. Say goodbye, пока деу. Say please, пожалуйста деу. Say thank you, рахмет айту. Сосын say happy birthday, туған күнмен құттықтау. Say merry Christmas, жаңа жылмен құттықтау. Christmas деген Рождество. Say happy new year, жаңа жыл құтты болсын деп айту. Say congratulations, құтты болсын деу. Congratulations деген просто құтты болсын деген сөз. Дальше. Tell деген айтып беру. Told деген өткен шағы, айтып беру деген сөз. Енді мына жерде tell мен say'дің разницасы. Tell'дан кейін обычно айтылып атқан адам болады. Кімге айтып атсың, да? Tell плюс адам. То есть сен кімге айтып атсың. Say болса, онда одан кейін адамның болуы, то есть болмайды. Адам болмайды, просто say айта бересің. Не айтқың келеді, соны айта бересің. Tell болса айтып беру, біреуге болу керек. Адаммен бірге болу керек. Да? Мысалы, he told me, ол маған айтты. Вот, маған деп тұр мына жерде. He told me his name, ол маған айтты өзінің атын. Want to know, to get to a place. Tell деген сөзді қолданамыз, когда біз how to get to a place, бір жерге жету, қалай жетеміз, соны сұрау үшін tell дегенді. Мысалы, can you tell me, маған айта аласыз ба? Where the bus station is? Автобустың остановка қайда екенін. Can you tell me? Тағы да tell дегенді тағы да басқа WH сөздермен қолданамыз. Мысалы, when, қашан, how, қалай, why, не үшін, where, қай жақта, және тағы да. Мысалы, tell someone, біреуге айту, how to do something. Бірдеңені қалай жасайтынын айту. Tell someone, біреуге айтып беру. Дальше, where something is. Біреуге айтасың, бір зат қай жақта екен, where. Why something happened. Не үшін бірдеңе болғанын айтып бересің. Tell, да? Бәрінің алдында tell тұрады. Дальше, he told me how to. Ол айтты маған қалай send a fax. Faxты қалай жіберетін. Tell me when. Бірдеңе болған кезде маған айт. Tell me when you want to have dinner. Сен ужин жегің келген кезде маған айт. Дальше, тағы да қолданады. Tell someone the time. Біреуге уақытты айту. Қанша сағат болған. Сосын tell a story. Tell someone a story. Біреуге история айтып беру. Біреуге a joke. Анекдот айтып беру да, шутка айтып беру. Your name, өзің атыңды айту. Адресті айту. Telephone number, телефон номерін айтып беру. Біреуге. Ask. Ask деген бізде сұрау. Ask обычно бізде сұрақтарда қолданады. My sister asked me. Asked me. Сұрады менен. Бұл жерде тоже плюс адам болады. То есть кімге айтып атсың? Кімнен сұрап атсың? Сұрау деген сөз. Can I ask you a question? Мен сізден
сұрақ сұрасам бола ма? Сұрақ, question, ask сұрау, you сізден. Мен сізден сұрақ сұрасам бола ма? Да? Ол сұрақ сұрау. Енді тағы да мына жерде ask дегеннің негізгі мағынасы осы сұрау, я? Сұрақ сұрау немесе өтініш сұрау. Ask someone the way, біреуден жол сұрау. Ask someone the time, біреуден уақыт сұрау. Ask a question, сұрақ сұрау. Енді екінші мағынасы ол өтініш. Ask somebody to do something. Біреуден бірдеңе істеп беруді өтіну. Ask someone for something. Біреуден бірдеңені сұрау. For something деген бір зат сұрау. Біреуден. I asked him to turn off his radio. Мен сұрадым одан, мен өтініш еттім одан, turn off his radio, өзінің радиосын өшіруді. She asked for the bill. Ол шот сұрады. Ол сұрады шотты. Так, енді тағы да сөздер бар. Speak, talk, answer, reply. Speak деген сөйлеу, talk деген тоже сөйлеу, да, сөйлесу. Answer жауап беру, reply ол да тоже жауап беру. Қазір оның разницасын қараймыз. Speak деген қолданады, егер сен бір тілде сөйлейтін болсаң. Speak Japanese, жапон тілін сөйлеу. Speak English, ағылшынша сөйлеу. Да, ағылшын тілінде. Дальше, talk to someone. Talk деген жаңа сөйлесу, біреумен сөйлесу. Answer деген жауап беру. Сен жауап бере аласың сұраққа, сен жауап бере аласың телефонға, или біреудің өтінішіне жауап беру, жалпы жауап беру. Енді reply деген жауап қайтару деген сөз. Обычно ол қолданады хаттарға, letters, факстарға және emailға. То есть жазбаша түрде жауап беру, жауап қайтару ол reply. Былай былайша ауызша жауап беру ол answer. Окей? Енді мына жерде тапсырмалар бар. Осы жерде say бірінші тапсырма. Say немесе tell'ді қолдану керек. Есімізде бар, я? Say-дан кейін адам қолданылмайды, tell-дан кейін қолданылады. Маған деген сөз. Екінші, me, маған, өзінің атын. Ол айтты, да, өткен шақты қолданайық. Айтты маған, адам бар. Значит, she told me. I айттым кімге? Жоқ, не болған? Сразу I said goodbye. Please, me a story. Маған tell. The little boy said. Айтты, да. Кімге айтқаны айтылмады, просто айтты. Come here, the police officer. Келін жаққа, полиция офицері деді. Said. Ол маған айтты емес. The teacher said the students were very good. То, что студенттер, мұғалім айтты, кімге айтылғаны жоқ, сол үшін the teacher said. Все. Дальше. Мына ситуацияларда не деп айту керек? You want to know where the railway station is. Сен қалайсың білуді? Railway station. Вокзал қайда екен? Не деп сұраймыз? Can you tell me where the station is? Айта аласыз ба маған жаңағы вокзалдың қайда екен? You want to know the word for tree. Ағаш деген сөздің неміс тіліндегі қалай сұрайсың? How do you say tree in German? Неміс тілінде ағаш деген сөзді қалай айтса болады, қалай айтылады. You want to know the time. Сен уақытты білгің келеді, не деп сұрасаң болады? Excuse me, кешірім сұраймын. Can you tell the time? Уақытты айта аласыз ба? Келесі. Your course is finished. Сенің курсың бітті. You want to say goodbye to your teacher. Сен өзің мұғалімге пока деген келеді. I just want to say goodbye. You want to know when the exam is. Экзамен қашан екен білгің келеді.
Can you tell me when the exam is? Экзамен қашан екенін айта аласыз ба? Tell me, да, маған айту. The phone rings. Телефон жырылдайды. You are in the bathroom. Сен ваннадасың. To your friend, досыңа айтасың. Can you answer? Жауап беру. Так, мына дұрыстап жазайық. Can you answer the phone? Телефонға жауап берші деген сөз. Енді мына жерде мыналарды, мына жақтағыларды мына жақтағыларға сәйкестендіреміз. Так, мынау тағы да кетіп қалды ғой. 10. Міне, сәйкестендіреміз, иә. Мына жердегіні, мына жердегіге. Say бірдеңе, да? Сразу біреуге емес. Say Happy New Year. Answer, жауап беру. Answer. Так, ask for, так, ask for бірдеңе. Ask for the bill. Счет сұрау. Reply, жауап беру. Хатқа, иә. Reply деген бізде былайынша не жауап беру. Tell someone a joke. Біреуге прикол айту. Да? Talk to a friend. Біреуге жауап беру. Talk to a friend, досыңмен сөйлесу. Ask someone to help you. Біреуден көмек сұрау. Сосын answer the door. Есікке жауап беру. То есть есік қағылады, сол жаққа барып бірдеңе істеу. Келесі, мына жерде, мына басқа тілде айтылған, мына жердегіні сол жерге келтіру керек. Мысалы, la cuenta ма? La cuenta, por favor. Бұл қай тілде? Spanish. Значит, ask for the bill in Spanish. Испан тілінде счет сұрау. Berapa ini. Не знаю. Так, давай посмотрим. Шукран. Шукран — это у нас сказать спасибо на арабском. Араб тілінде рахмет. Say thank you in Arabic. Konnichiwa. Японский. Say good morning in Japanese. Жапон тілі. Так, осталось малайский и шведский. Good Jul бұл шведский тіл. Merry Christmas. Да? Швед тілінде Рождество құтты болсын. Берапайни — это у нас малай тілінде how much, қанша тұратын бірдеңенің бағасын сұрау. Все, бүгінге осыларды жазып алыңдар. Келесіде тағы да көп сөздер болады. Келесі уақытта көріскенше.